Бақыт Жамал, фамилиям Қазыкенова, ақсақалымның фамилиясындамыз. Сонымен жасым 74-те, 42-ші жылғымын ғой. Жүріп жатырмыз. Ауырғаныма енді көп жыл болды. Осы сақырмен ауырғанға 22 жыл болды ғой деп. Болды, сондай болды. Ауырып, асында тәуірмін деп жүрдім, таблеткамен жүрдім. Бір 3-4 жыл таблеткамен жүрдім, одан кейін таблетка көнбей, ауылда тұрғанда таблетка көнбей, осы инсулинға отырдым. Инсулинға отырғанның өзіне талай 16-17 жыл болып қалды. Содан осы баладар көшіріп алды, осы ұлым, ұлдарым. Енді ауылда отыруға болмайды, ауылда сізге тамақта табылмайды, доғдыр да ауылдық жерде доғдыр. Дәрі табылмай қалады, не табылмай қалады. Сонымен көшіп келдік осы ауылға, 6 жыл болды, жақсы. Көшіп келгеннен бері жаман емес, біз айтып. 1-2 рет больницаға жаттым, сол жерден қаралып. Сол инсулинмен жүре беріңіз деді, сонымен жүріп жатырмын. Егілім күніне 3 уақыт егілем. Ламифаранды қайдан біліп естіп жатырсыз? Ламифаранды ұлым айтып отырмын ғой, ұлым ішті, Азамат. Азамат ішті де, тәте осыны ішіңіз деп радиодан естідім. Сол ұлымнан естіп, кішкене тұрады, сен жазылып ал, сосын кейін ішейін деп жүрдім. Соны бір күні балам алып кеп, дәріні тәтесізге де әкелдім, ішіңіз деп. Содан бері ішіп жүрмін. Марттан бері ішіп жүрмін ғой. Қанша уақытысын іштіңіз? Қанша банкасын іштіңіз? Мына 12-ші бітейін деп қалды. 12-ші ғұмыра бітейін деп қалды. Ал енді не себепті қабылдап едіңіз? Қай жерлеріңізге бұрын қандай мазалаушы еді? Сол енді асқазаным қыжылдап ауыратын. Ашыйдым асқазаным. Содан балам айтым, асқазаным ашып тұр десем, тамақ бірдеңе жақпай қалды ма деп сөйтеді. Содан кейде қояды, қойғанды қоя саламыз. Соны осыны ішкеннен кейін қойды удай ашығаны, қыжылдағаны қойып, балам да қуанып, асқазаным жақсы. Іш құрылысым ауырды, тамақ нетпей қалды. Қорытпай қалам айтты, сондай болып ауырып қалатым. Оным қойды. Сол мен мұнда қойған. Қантыңыз бұрын қанша еді, қазір қанша көрсетіп тұр? Бұрын 10-12-ге дейін болып кететін. Сол егіліп жүргенімізден еміз. Қазір 7-мен тұрып, енді осы бір талай болды 7-мен тұрған. Енді қанша уақыт екен. Сол давлением жақсы орнында. Бұрын көтерілміш ме еді? Бұрын көтерілетін. Қаншаға баршы? Анау 40 па, 50-ге дейін болып кетті ғой деймін. Бір ретінде қатты көтеріп, доғдырға барып, сосын балам қолма-қолағына өлшейтін алып, соны өлшеп, сонымен саба тұратын болды. Сосын айтып, ол давлением де жақсы қазір. Ұйқы мазалайтын, ұйықтай алмайды, түнде тұрып отырып, аяғымды қолай береді, аяғым табан, аяғым тоңып тұрушы еді. Ол тоңғаны қойды, енді сыйтын болды аяғым. Үсіп кетеді. Құдай ем қылсын енді осы ішкенімді. Баладарға өздеріңе рахмет, осы дәріні тауып, көрсетіп, айтып жатқандарыңа. Жастарың ұзақ болсын, дендерің сау болып, жұмыстарың алға баса берсін. Менің тілегім. Сол енді. Солды айтып, сақырма жақсы болып тұр енді. Тек қана іштей қабылдадыңыз ба, сырттай жақты қолдандыңыз ба? Мұны аяғыма жақтым. 6-шы ғұмырадан бастап жақтым. 9 ғұмырадан жақтым. Мына енді 12-ден кішкене аяғым тәуір сияқты жақпап ем. Мына тақым өз тізем ауырады. Тіземмен тақым, жіліншігім. Бейтіп тұрғанда жіліншігім бір түрлі сынып кете жаздайтын ба. Ашып нетіп ауырады. Сол